Осы ақпарат кешеден бері біраз халықты шулатып жатыр екен. Яғни Скат әуе компаниясының ұшағы Алматыдан Шымкентке сәл кешігіп ұшқан. Сөйтіп Шымкентке жетіп қалған кезде ауа райы күрт өзгеріп, найзағай, жел, жаңбыр деген сияқты сөйтіп о жақта қона алмаған. Соның кесірінен турбулентность артқан. Сөйтіп біраз халық шулап, уайымдап, дұға тілектерін айтып кеткен ана ішінде. Сөйтіп қосалқы әуежай ретінде Таразға келіп қонған. бір жарым сағаттан кейін ауа райы кішкене қалыпқа келгеннен кейін қайтадан Шымкентке ұшқан. Бірақ халықтың жартысы ана ұшаққа қайтып мінбей қойыпты қорыққандықтарынан. Енді бұл жол бойынша не айтқым келеді? Бұл қалыпты процедура, қалыпты жағдай. Яғни ұшақ ұшпай тұрып, ол арнайы жоспар өткізеді. Біз соны диспетчерлер оқимыз. Бізге айтады, мен мына жақтан мына жаққа ұшамын, қосалқы әуежай мынау деген сияқты. Тараз үшін, Шымкент үшін көбінесе Тараз біз қосалқы әуежай боламыз. Ол жақта қандай да бір ауа райы басқа жағдаймен қонам болса, Таразға келіп қонады деген секілді. Және де бүкіл басқа жаққа ұшатын кезде арнайы осындай қосалқы әуежайларды жоспарлап барады. Сондықтан да Шымкентке қонбай Таразға келгені бұл қайта жақсы. Себебі ол жақта дәл төбесінен найзағай ұрып тұрған әуежайға қону, ол жолаушылар үшін де, ұшақ үшін де ол қауіпті болғандықтан барлығының амандық саулығы үшін Таразға келіп, бәрі тынышталған соң қайтадан ұшып барды. Сондықтан да қатты уайымдамаңыздар.